to the stars. I'm up all night till the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good. Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан Тока, және де бүгін бізде менің имейлім тур болады. Ал достар, сіздерге видео ұнайды деген ойдамын, сондықтан да соңына дейін қарап кетіңіздер. Ал ендеше мен бастайын. Достар, мен даусыма мән бермей қойыңыздар, себебі мен ауырып тұрмын. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен мен үйдің осындай кіретін жерінен бастағым келіп тұр. Бұл жерде бізде мынандай көл, и мынандай не деп айтсам болады, стол типа. И осындай мына жерде почта, бұл жерде хаттар бар. Төбеде тағы растение, өсімдік. Так. Кірген кезде бізде осындай кілем тұрады. Және де мында осындай полка. Ішінде пока что ештеңе жоқ. Ал мұнда менің кілттерім. Неге десеңіздер, запасной кілт біреуі. Мына жерде домофон. Мына жерде осындай сурет. Мына жерде қалай айтсам болады, типа гирлянда сияқты бірдеңе. Ал мынау пробковый доска. Мұнда түрлі нәрселер іліп қоюға болады. Ал мұнда осындай өсімдік, гүл. Ал мына шкафтың ішінде бізде үй жинайтын заттар, пылесос, сондай. Короче, вот. Яғни бұл прихожий десем де болады. Келесі бізде ол кухня. Міне кухня осылай көрінеді. Вот. Бірінші бізде холодильник тұрады. Холодильниктің ішінде бізде осындай 3 түрлі мороженое, сок и сүт, жұмыртқа, арбуз. А еще на жерде морозилкада ет, сондай нәрселер тұрады, короче. Ал мұнда менің жануарларым тамақтанатын жер. Ал мұнда мен отырып тамақ жеймін. Мұнда мен отырып тамақ жеймін. Осындай стол и стульчик. Бұл мусорный ящик. Ал мынау кухонный гарнитур. Оның ішінде келесі бізде төбеде свет, бір сурет қасықтың. Бізде 3 свет, мынандай 2 түрлі полотенце и төбеде осындай гүл. Мына жерде бізде гүл тоже. А мынау үлкен шкафта или шкаф, короче, білмеймін. Бұның үстінде бізде тағы да гүл, еще шайнек көрсетем. И сосын мына жерде вилка, пышақ, қасық сондайлар тұрады. Мына жерде тарелка, бокалдар, төбеде бізде қазан и сковородка. Так, мына жерде бізде түрлі жейтін нәрселер, кекс, бутерброд или сэндвич сондайлар. Ал келесі бөлме бізде ол қонақ бөлме, гостиная, яғни. Бірінші бізде осындай гүл, мындай диван. Диван онша үлкен емес, так как мен бір өзім тұрамын, сондықтан да маған үлкен дивандар керегі жоқ. Мындай жастық әдемі. Мына жерде келесі бізде телевизор үлкен. Және де бізде мындай гүл. И мына жерде тағы осындай әдемі өсімдік. Ал төбеде бұл жерде жарық, и төбеде осындай полкадан бізде 2 гүл, кішкентай әдемі. Ал мына жерде осындай әдемі сурет. Всякие гирлянда, сондайлар. Келесі бізде ол балкон. Бұл балконды мен қатты жақсы көремін, себебі бұл өте уютный, комфортный, өте әдемі жер. Кстати, менің бір мысығым и итім бар. Мынау менде планшетім менің. Мынау өсімдік, мынау бұл жерде менің жануарым отырады, мысығым, и оның ойыншығы. Сосын бізде мынандай жастық, арбуздың түріндегі, и мына жерде фонтан, и тағы гүл. Мен өсімдіктерді қатты жақсы көремін, сондықтан да барлық жерде өсімдік бар. Мына жерде осындай тренажер, велосипед. И мынандай жүгіретін, короче, білмеймін бұны не деп атайтын. И ортасында гүл. Келесі бізде менің жануарларымның зонасы.
Бұл жерде менің күшігім, итім. Міне олардың ойыншықтары, ол ойыншықтарды барлық жерге шашып тастаған. Кейін жинап қоямын. Міне менің күшігім. Мынау менің мысығым. Әлі атын ойлап тапқан жоқпын, бірақ кейін ойлап табамын. Вот. Мына жерде бізде мындай медуза. И мына жерде всякие заттар тұрады, если что. Төбеде тағы гүлдер, свет, лампа. Төбеде бізде сағат еще. Мына жерде оның тамақтанатын жерлері, менің мысығым. Мына жерде менің мысығым жатады, ал мына жерде менің итім. И оның да тамақтанатын бірдеңесі бар. Короче, осы басса, өзі тамақ түседі. И осындай әдемі апельсиннің түріндегі кілем. Олардың ойыншықтары, оны түсіндірмесем де болады. Мына жерде бізде полка и айна. Төбеде тоже өсімдік. Ал келесі бөлме бізде ол ванна. Ваннада бізде бірінші айна, мындай раковинамен. Келесі бізде осында ванна. Вот. Және де бізде менің халатым. И мына жерде унитаз. И оның қасында гүл. Мына менің маскам. Тағы да маска тұр. Төбеде бізде осындай гирлянда. Или что вообще? Төбеде тоже свет. Бізде еще душ бар. Вот. Келесі соңғы бөлме, ол менің бөлмем. Жерде кіргеннен сразу бізде осындай гүл тұрады. Если что, бұның да почтадан жерде бірінші мынандай менің телефоным тұрады. Так, ой. Келесі менің кроватым. Жерде жастық, еще осындай менің мишкам. Менің кроватым төбесінде осындай полка бар. Бұл жерде менде ноутбук тұр. Ой. Жерде менде блокноттарым и менің духим. Бұл жерде тағы осындай гүл. Ал мына жерде еще осындай кілем. Гүлдің түріндегі кілем. Мына жерде отыруға болады. Және де мен тағы мишкам. Вот. Мен бұл жерде отырып видео түсірем көбінесе. Вот. Бұл жерде түрлі заттарым. Мынан басса көп шықшады. Келесі мен артында тұрған ол менің лампам. Ал келесі менде шкаф. Шкафтың төбесінде бір гүл тұр. Вот, шкафымды ашайын. Менің шкафымда өте көп киім бар. Болды деп ойлаймын. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Всех люблю и всем пока.